Секс, алкоголь, наркотики, лудомания, ЛГБТ, насилие. Говорить об этом на казахском будто бы стыдно. Деп айтыңыз, Картер. Жезөкше деген жарпінен басталады. Дұрыс, жарпінен. Будто бы казахский не предназначен для этого. Ал шындықшы, ауыр, ащы, шынайы шындықты кім айтады? Табу мәселесі. Көптеген жаңағы дүниелер, пікірлер бар бізде. Егер біз сондай дүниеден өтпесек, біз революция емес, эволюциядан өтпей қаламыз. Біз түсінуіміз керекпіз да, біз өмір болғаннан кейін біз нақты шынайы өмір сүруіміз керекпіз. Алдамай өз-өзімізді біріншіден. Ең бір жаманы біз өзімізді алдап қоямыз да. Қазақтың ұят бойлы, жоқ болмайды, ана сөйтеді, мына бүйтеді деп. Демек, жаңағы көтерілмейтін тақырыпты көтеруіміз керекпіз. Почему-то казахский язык часто воспринимают как нечто возвышенное, далекое. Если мы не будем говорить на казахском о сложных, непринятых или табуированных темах, Сол сөздерін өрпіне тықсын деп айтыңыз. Лей, көтке әрпіне басталады. Қаласаңыз сөздік әкеп берейін. Көтіне тықсын деп айтыңыз. то язык просто перестает функционировать в полном объеме. Он перестает быть средством выражения всей жизни и становится декоративным. Сендер неге бір ары жаттыңдар? Мен осыны түсіне алмай тұрмын. Мен ара қатынасты жалғастырмамыз керегін айттым. Сонда, оны мен жатқан кезде осыны айттың ба? Жоқ, келесі күні. Сен келесі күні оралдың, саған ұнап қалды ма? Я преподаю казахский язык взрослым людям. А взрослые – это не только грамматика и вежливые фразы, это реальная жизнь. На своих занятиях я создаю пространство, где можно говорить на казахском честно, о себе, о жизни, о сложных и реальных ситуациях. Все, что волнует взрослого человека в обычной жизни.